Оқушылар, бүгін біз табиғаттағы ең маңызды үш күші туралы айтамыз. Олар тартылыс күші, ауырлық күші және салмақ күші. Қараңдаршы, менің қолымдағы глобус жерді бейнелейді. Міне, осы жердің массасы бар, сондықтан ол өзіне барлық денелерді тартады. Бізді де, үстелді де, тіпті ауаны да. Бұл тартылыс күші, мысалы, егер сен қаламыңды жерге түсірсең, ол төмен қарай түседі. Себебі жер оны өзіне тартады, яғни тартылыс күші барлық денелердің бір-біріне тартылу қасиеті. Ал тартылыс күші жерге қатысты болғанда, біз оны ауырлық күші деп атаймыз. Мәселен, осы үстел үстіндегі шарға жердің ауырлық күші әсер етеді. Ол төмен қарай бағытталған, және оның шамасы F күш тең m масса көбейтілген G еркін түсу үдеуіне, мұндағы m дененің массасы, ал G еркін түсу үдеуі, ол тұрақты шама 9,18 деген мәнге тең. Өлшем бірлігі Ньютон бөлінген килограммға. Енді салмақ туралы ойланайық. Мына динамометр тастың салмағын өлшей алады. Салмақ бұл дененің тірекке немесе ілгішке түсіретін күші, яғни біз ауырлық күшін сезінгенде, ол тірек арқылы салмақ түрінде байқалады. Өмірде бұны қайда кездіреміз? Таразыда азық-түліктің салмағын өлшегенде. Лифт қозғалғанда денеңіз ауырлап немесе жеңілдеп кететінін байқайсыз. Ғарышкерлер ғарышта салмақсыз күйде жүреді, өйткені ол жерде тірек те, тартылыс та жоқ. Сондықтан, балалар, егер тартылыс күші болмаса, біз аспанға ұшып кетер едік, ал ауырлық күші мен салмақ осы тартылыс күшінің жердегі көріністері. Міне, сондықтан физика тек есептер емес, өмірдің өз заңдылығы.